Мариям Фудблог каналында бүгін укроп пен нан рецебін ұсынамын. Бұл диеталық нан, мінекей осылай қытырлақ болып шығады. Және құрамында май жоқ, дрожждың көлемі азғантай болады. Өте дәмді нан, иісі де өте керемет, бұрынғы нандарды еске салады. Апара дайындаймыз. 1 грамм дрожж, бөлме температурасындағы су және ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз және бір түнге немесе 12 сағатқа бетін жауып, апарамызды көтерілуге қоямыз. Мінекей апарамыз жақсылап араласты. Бұл менде бір түн тұрды. Апарамызды өлшеп аламыз. Бұл бізде 450-460 граммдай болу қажет. Осының үстіне тұз саламыз. Жұмыртқаның сарыуызы және сүт. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп салып, араластырып отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз осылай қоюланған мезгілде укропты да салып жібереміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды көтерілу үшін 1,5 сағатқа қоямыз. Бір көтерілгеннен кейін қайтарамыз. Оны тағы да 30-40 минутқа қоямыз. Мінекей қамырымыз осылай болып көтерілді. Ұнға кішкене аунатып аламыз да формасын шығарамыз. Мен осы қамырды 4-ке бөлемін. Әрбір бөлігін доңғалақтап түйіп аламыз. Формасын келтіреміз. Әрбір бөлігін мен батоннан жасаймын. Осындай дән тектес, немесе кофенің дәні тектес қылып, 2-ге қайырамыз және ортасын осылай түйіп тастаймыз. Қазір ашып пісіген мезгілде ортасы ашылады, сондай әдемі формада болады. Барлығында солай дайындап аламыз. Және протеинге салып дайындаймыз. Пешіміз алдын ала қызып тұруы қажет. Енді үстіне осылай су бүркейміз. Май ештеңе, жұмыртқа ештеңе жақпаймыз, су бүркейміз. Сонда біздің нанымыз қытырлақ болып шығады. Үстіне осындай кунжут немесе басқа да дәндерді себуге болады. Мінекей нанымыз пісті. Қызып тұрған пеште 200 градуста 25-30 минут пісіріп алдық. Осындай қытырлақ және өте дәмді нандарымыз шықты. Және ең бастысы бұл құрамында қант, май жоқ диеталық нан. Достар, егер видео ұнаса, мені қолдап, подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!